Наима, мынандай сұрақтар қоймай ақ қойшы дін туралы, пожалуйста. Неге? Өзіңіздің желіде жазған дүниеңіз ғой бұл. Желіде жазған дүние болғанымен мен бұл жерге көш мәселесін айтуға келдім де. Көш мәселесін де көтереміз ғой. Жоқ, көш мәселесін көтерейік, мен бұл сұраққа жауап беруден бас тартамын. Қызық жағдай болып отыр да, өзіңіз Инстаграмға жариялайсыз. Ал неге енді соған жауап бергіңіз келмейді? Қысқасы көш мәселесі туралы сөйлесейік. Көш мәселесі туралы қандай сұрақтарыңыз бар? Сіз Ауғанстанға баруды жазғансыз, дұрыс па? Баруды жазғанға, баруға ниеттімін деп жаздым. Иә, қауға сақалдың да пайдасы тисін, Ауғанстанға барып қайтайын деген әңгіме. Иә, оны білеміз. Сол енді ол жақта бәрі сақалды ғой. Сіз былай сән үшін өсіресіз бе? Иә, жылу үшін өсіремін, қыста тоңбайды маған. Жазда ше? Жазда күн түспейді, терлетпейді. Ақордаға жиі барып тұрасыз ба? Ақордаға жиі барып тұрасың, Ақордаға өмірімде кіріп көрмеген. Тек бір сурет салыпсыз. Ақордаға кірген суретімді салған жоқпын. Ондай сурет жоқ менде. Өйткені Ақордаға кіріп көрген жоқпын, бірақ бір рет кіретін мүмкіндік болды. Ол кезде Карин мырза жаңағы мемхатшы болған. Сол кісі шақыртқан болатын, бірақ өкінішке орай бір келеңсіз ситуацияларда мен Ақорданың ішіне кіре алмадым сол күні. Андай 20 миллионның адам ішінде бір Далбойовтың болуы заңды. Аман болыңыз. Сіз де аман болыңыз. Наима, өте сұлу екенсіз. Рахмет. Рахмет. Армысыз көрермен, бұл Білген дұрыс YouTube арнасы және оның жүргізушісі мен Наима Нұралы. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың спикері Тәуекел қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бурахан Дыханов. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай енді? Көңіл күйім тамаша. Жақсы көңіл күйім. Қуанып отырмын сіздер шақырғандарыңызға. Біз де қуанып отырмыз келгеніңізге. Керемет. Иә, өзіңіз Фейсбукта, әлеуметтік желілерде жаздыңыз. Үйіңіз өртеніп кетті, иә? Қазіргі таңда қалай болып жатыр? Жалпы негізі бала-шағамыз бәрі аман. Жаңа үй табылды, сонда қазір тұрақтап жатырмыз. Жалпы енді ондай үйлік тұрмыс жайттық мәселелерді алдында өзім жазғандай отағасы Бурахан айналысқанымен, бірақ мынандай әлеуметтік желілерде немесе мынандай әлеуметтік жобаларда солтүстікке көшке жауап беретін бір ұйымның төрағасы ретінде осы көш мәселесінің қысқасы айтқан кезде айналысатын Бурахан сол өз міндеттерімен толық айналысу керек деген пікір арқылы қазір енді қолдан келгенше атқарып отырмыз өзіміздің шаруаларымызды. Көмек қолын созды, иә, сізге, қайырымды жандары? Қажетті сума жиналған кезде мен Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Қызылжар қаласына бір жақын маңайдағы ауылға қазір көшіп келген жайым бар. Сол жерде толық салынып бітпеген бір үйді сатып алдым. Әзірге шамамыз соған келді. Енді бұйырса күзге дейін сол үйді толығымен бітіріп, сол үйге көшіп келетін мақсатым бар. Ол үйіңізді әлдекімдер әдейі қасақана өртеп кеткен жоқ па? Жоқ, жақпай қалып бір сіз біреулерге. Ешқандай не жоқ. Бұл жаңағы сымдардың, электр сымдарының бір-бірімен тоғысуынан пайда болған. Және ол нәрсе болғаны туралы мен анық білем, өйткені ол нәрсеге бас себепкер адамның бірі өзім, өйткені уақытылы көріп тұрған дүниені уақытылы ауыстырып үлгермедім. Бір жазбаңызда былай депсіз: Тәңірдің адамға қатысы жоқ, бәрін адам шешеді дегенсіз. Бұл Құдайға сенбейтін адамның сөзі ма? Қалай? Өзіңізді атеистпін немесе тәңіршілмін деп есептейсіз ба? Наима, мынандай сұрақтар қоймай ақ қойшы дін туралы, пожалуйста. Неге? Өзіңіздің желіде жазған дүниеңіз ғой. Желіде жазған дүние болғанымен мен бұл жерге көш мәселесін айтуға келдім де. Көш мәселесін де көтереміз ғой. Жоқ, көш мәселесін көтерейік, мен бұл сұраққа жауап беруден бас тартамын. Қызық жағдай болып отыр да, өзіңіз Инстаграмға жариялайсыз. Ал жоқ, неге ол енді соған жауап бергіңіз келмейді? Қысқасы көш мәселесі туралы сөйлесейік. Көш мәселесі туралы қандай сұрақтарыңыз бар? Бұл сұраққа жауап бермейсіз, иә? Жақсы. Енді ақырындап сұрақтарға келеміз ғой. Жоқ, Құдайға сенбейтін адам дегенің сенің қате жалпы. Бұл жазбаңыз ойландырып қойды. Жоқ, ойландырып қойған кезде бұл Құдайға сенбейді деген біртүрлі бір қызық естіледі екен. Құдайға сенбейтін адам тәңір деп жазбайды ғой. Жақсы, көш мәселесі туралы қандай сұрақтарың бар? Айта ғой. Сіз Ауғанстанға баруды жазғансыз, дұрыс па? Баруды жазғанға, баруға ниеттімін деп жаздым. Өкінішке орай дәл қазіргі уақытта кім баратыны, қай делегация баратыны мен тек қана бір шет жағасынан бір естіп қалғаным бар. Сол мәселе бойынша, бірақ әлі нақты жаңағы қай жерден бұл
ақпараттың шыққаны туралы біле алмай жатырмын. Дегенмен осы жақында емес, күзге қарай делегация барады деген естідім. Ауғанстанға, жаңа Қандағар жеріне қабылға, Құндызға барады екен. Және әмбе осы уақытқа дейін Facebook желісінде біраз жаңағы белсенділік танытқаннан кейін Ауғанстан жақтан жазып отырған адамдар, Пакистаннан, Карачи қаласынан жазып отырған адамдар, бері қарай елге көшкісі келетін, жете алмай отырған азаматтар туралы менде біраз мәліметтер бар. Жекеменде де жазып тұрады, WhatsApp'та да сөйлесіп тұрамыз. Мысалы, Пакистандағы Карачи қаласында 300-ден астам қазақ бар. Өкінішке орай құр сөзден басқа ешқандай көмек көрсете алатын жағдайда болмай тұрмыз қазіргі уақытта. Сол сіздегі мақсат? Мендегі мақсат сол Ауғанстанға барып, сол жақта әртүрлі адам әртүрлі айтады. Біреулер айтады, ол жақта қазақ жоқ дейді, біреулер айтады 100 мыңнан астам, 100 емес, 10 мыңға жуық қазақ бар. Біреулер айтады, тіпті 30 мыңға жуық қазақ бар. Тіпті біреулер тіптен айтады, Хазар бірдеңке деген нелер, ол кәдімгі біздің қазақ руларыны. Шынымен, бірақ кейбір Ауғанстаннан жазып отыратын адамдар өздерінің руын бірге жазады. Соның ішінде көбінесе орта жүздің аттарын айтады. Керей руының өкілдері бар, наймандар бар екен. Қысқасы айтқан кезде, енді Керейдің ішінде Сарбас, Найманның ішінде қай Найман екенін нақты есімде жоқ, бірақ 4-5 адам Найманмын деп жазғаны әлі күнге дейін есімде. Сол кісілерді өзім көріп, көзіммен көріп, жағдайларын біліп, енді дәл қазіргі уақытта әлемде түрлі жағдайларға байланысты енді шыны керек солтүстікке көшіріп алғым келеді. Ауғанстанда қазақтарды, иә? Ауғанстанда қазақтарды бері қарай солтүстікке көшіріп алғым келеді. Енді олар дәл қазіргі уақытта мынандай геополитикалық жағдайда жаңағы талиптер басып алды Ауғанстанды, ол жерде кішкене қысым көріп жатқан әр адам жазады, оны бәріміз білеміз. Енді солдағы кісілердің, мысалы, бір аға жазды алдында маған. Сол кісі айтты, ыстық суық демейміз, алыс жақын демейміз. Тым болмаса сол жақта суығыңа болса да барайық, бір ауылыңды бізге бер, өзіміз ары қарай өмір сүріп, аяққа тұрып кетеміз деген сияқты өтінішпен айтты. Ол енді бір шал аға үлкен кісі сөйлегенмен, ол бір кем дегенде 5-6 отбасының сөзін айтты маған сол жолы. Сол жазбаңызда байқап қалдық та, қауға сақалдың да пайдасы тисін, Ауғанстанға барып қайтайын деген әңгіме. Иә, оны білеміз. Сол енді ол жақта бәрі сақалды ғой. Сіз бұлай сән үшін өсіресіз бе? Иә, жылу үшін өсірем, қыста тоңбайды мойным. Жазда ше? Жазда күн түспейді, терлетпейді. Болды, басқа мағынасы жоқ. Басқа мағынасы жоқ. Мынау тәуекел қоғамдық бірлестігі туралы айтсаңыз, қазіргі таңда жаңа айтып жатырсыз, 1,5 жылдан асты, иә? Иә. Осы уақытқа дейін не бітірдіңіздер? Сізге қандай пайдасын тигізді және халыққа не берді? Дәл қазіргі уақытта бұл тәуекел ұйымының құрылу себебі, енді мен осыдан 2,5 жыл бұрын осы Жанат Жетісудан өзім солтүстікке қоныс аударған болатынмын. Бері қарай келіп, мына көшіп келген азаматтардың қандай қиындықтарды өз басынан көретінін мен өзімнің жаңағы примерімен көрдім. Және қандай көмектер көрсетілу керек көшіп келе жатқан. Мысалы, маған не керек деген тұрғыдан өзіме не керек, яғни маған керек дүниелер басқа да көшіп келуші адамдарға керек деген бір белгілі бір тізім несін жасадым. Одан кейін ойладым, мына кісілерде ойлап қарасам осы уақытқа дейін солтүстік Қазақстанға анша мың адам көшкен, мұнша адам көшкен деген сияқты сөздер көп айтылады, бірақ нақты солтүстікке көшіп барған адамдардың жоғын жоқтайтын, немесе оларға дер кезінде жаңағы көмек көрсетілетін, тым болмаса ақпараттық көмек, ақпараттық қолдау көрсететін нақты ешқандай структура жоқ. Тіпті мысалы, мына көш мәселесін заманында мен ойлаймын, енді осы көш мәселесіне жүргеннен кейін бұл мәселеде сын айтуға толық хақым бар деп ойлаймын. Жалпы біздің үкімет заманында осы көш мәселесін мына біздің еңбек министрлікке тапсыру арқылы әбден шатасты деген пікірдемін. Өйткені еңбек министрлігінің ішінде жұмыспен қамту деген бөлім бар. Жұмыспен қамту негізі осы солтүстікке көшті курировать ететін жалғыз орган болып есептеледі. Яғни комитет по миграции, қысқасы осыларды курировать етеді. Және тағы бір айтайын дегенім, жұмыспен қамту орталығына олардың аудиториясы қандай аудитория? Ол аудитория жалпы оңтүстікте дипломдары бар, бірақ жұмыссыз жүрген адамдар.
Көбінесе бізге осы уақытқа мен солтүстік Қазақстан облысына сондай адамдар көшіп келіп жатты. Яғни жаңағы оңтүстік өңірлерде нақты жұмысы болмаған, дипломы бар, бірақ осы біздің солтүстікке келіп нақты жұмысына кіріп дәрігер адам дәрігерлікке, жаңа полиция қызметкерлеріне сөйтіп жұмысқа кіріп жатты. Бірақ бұл нәрсенің бір кемшін тұстары тағы да бар. Өйткені мысалы солтүстік Қазақстан облысы бізде біріншіден жаңағы аграрлық сектормен жаңағы байланыстырылады ғой жалпы. Бірақ оңтүстіктен ондай көшіп келген жаңағындай үкімет қызметкерлері, яғни полиция, дәрігер, ол кісілер жер шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысуға ол кісілердің икемі жоқ. Енді мен айтамын, жалпы негізі солтүстік Қазақстан облысындағы жаңағы өңірлердегі адам санын арттырғымыз келетін болса, тағы да көшетін адамдардың санын көбейту керек болса, онда аудиторияны ауыстыру керек. Нақты қандай аудитория? Мен ойлаймын, мысалы, мал шаруашылығымен, ауыл шаруашылығымен, тағы басқа дүниелермен айналыса алатын нақты фермерлерді егер біз қазір көшіретін болсақ, онда бір оқпен 5-6 қоянды атқандай боламыз. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысына жалпы есептеген кезде салыстырмалы түрде 530 мың адам тұрады. Біздің солтүстік Қазақстан облысында 530 мың адам тұрады. Оның кем дегенде 50%, яғни бір 200 мыңы Қызылжар қаласының өзінде. Ал қалғандары аудандарға толықтай лақтырылған, яғни 13 аудан бар, сол 13 ауданға тарап орналасқан. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, біздің оңтүстік Қазақстанда, яғни Түркістан облысында Мақтаарал мен Сарыағашты алсақ, екеуінде кем дегенде 500 мың адам тұрады. Яғни біздің облыстағы адам саны сол жақтағы 2 ауданмен теңесіп тұр. Яғни ол жақтағы жаңағы конкуренция, тағы басқа дүниелер, мал шаруашылығымен айналысу, жер алу деген дүниелер ол жақта өте қиын деген сөз. Ал бізде солтүстікте жарайды, жер жоқ деп айтылады, яғни латифундистер бізде де бар, үлкен жер телімдерін алып алған, 100 мың гектарлап, 200 мың гектарлап алып алған жерлер, ол кісілерді бізде де бар. Бірақ дегенмен жер мал шаруашылығына байланысты мен былай айтамын. Бізде мысалы ауылдар бар, жабылайын деп тұрған. Яғни әрбір біздің заңнамада бойынша әрбір ауылда ауыл округтік жерлер деген жерлер болады. Мысалы, бір ауылды алатын болсақ, мысалы, Айыртас ауылын алатын болсақ, ол ауылдың ауыл округтік жері кем дегенде бір 2,5-3 мың гектардай жер болуы керек. Яғни ол ауыл шаруашылық жеріне кірмейді, ол сол елді мекенде тұратын азаматтардың үлесіндегі жерлер. Яғни сол жерде тұрып, малын бағуға болады, тағы бірдеңкелерін істеуге болады деген сияқты. Ал бірақ бізде салыстырмалы түрде ауылдар жабылайын деп тұр. Кейбір ауылдар бар, бізде мысалы кем дегенде бір 8 бала оқитын мектептер бар. 8-ақ бала оқиды. 8 балаға кем дегенде бір 11-12 жаңағы қызметкер, яғни оның ішінде мектеп директоры, пән мұғалімдері, тіпті пол жуатын жаңағы качегар қыста сол кіреді. Яғни 8 баланы қамтамасыз ету үшін 12 адам жұмыс істеп жатыр. Негізі бұлай үнемділік жолынан қараған кезде енді білім министрлігіне 8 бала үшін бір мектепті қамтамасыз етіп отыру, ол негізі ақымақтық. Осы мәселе бойынша білім министрлігі өз қозғараспен ол ауылдағы мектепті жабады. Ал ауылдағы мектеп жабылған кезде, яғни сол жерде мысалы екеуміз тұрып жататын болсақ, сен мұғалім болатын болсаң, мен қарапайым сол ауылда тұрып мал шаруашылығымен айналысып жатырмын, бірақ бала шағалар мектепте. Сен мұғалімсің, бірақ сен ана жерде кеткен кезде үйіңді сата алмайсың. Өйткені мектеп жабылған кезде ол үйдің бағасы автоматты түрде сенікі құнын жоғалтады. Яғни сен міндетті түрде сол маңайдағы басқа елді мекенге көшу керексің. Бірақ ол басқа елді мекеніне сен барсаң, ол жерде сенің мұғалімдік жаңағы қызметің бос емес. Ол жерде сен ешкім күтіп отырған жоқ. Ал мен барам, мен амалсыз көшуім керек, өйткені мен бала шағам мектеп оқу керек. Мал бағам деп жүрмеймін ғой. Амалсыз мен де сол көрші елді мекенге барамын, бірақ ол жерге барып мен үй сатып алайын десем, менде ақша жоқ. Мал шаруашылығымен айналысайын десем, аудан орталығы сияқты жер болғандықтан ол жерге мал шаруашылығына мүмкіндік жоқ. Яғни біз бір мектепті жабу арқылы біз орта жолда жұмыссыз, үйсіз, күйсіз адамдар тудырып отырмыз. Ал енді мен ойлаймын, мысалы, оңтүстік өңірден көп балалы бір 5 отбасын біз сол ауылға нақты түрде алып келетін болсақ, мақсатты түрде мектепті де сақтап қалуға болады, және ол ауылдың болашақта даму мүмкіндігіне біз қайтадан дем бере аламыз. Яғни ұсынысыңыз көбінесе жаңағы мемлекеттік қызметкерлерде емес,
қарапайым көпбалалы отбасыларды тарту дұрыс па? Отбасы, иә. Дәл солай. Сіз енді бұл мәселені көтеріп жүрсіз ғой. Ал жаңағы тәуекел қоғамдық бірлестігі осы 1,5 жыл ішінде сізге не берді? Қандай мағынада не берді? Не беруі керек еді? Енді өзіңізге қандай пайдасын тигізді дегенім ғой. Осы бірлестік арқылы не нәрсеге қол жеткізе алдыңыз? Осы бірлестік арқылы біз Солтүстік Қазақстан облысына көш мәселесінің актуалдылығын тәуекел ұйымы құрылмай тұрған кездегіден анағұрлым еселедік десек болады. Көбейттік. Яғни Солтүстік Қазақстан облысында қандай проблема бар екенін, Солтүстік Қазақстан облысына көшу керек екенін, не үшін көшу керек екенін, тілдік мәселе, ономастика мәселелері, тағы басқа дүниелерін оңтүстік жақта Қызылорда, тіпті анау шекарадағы елді мекендегі азаматтардың біразы біліп қалды. Осы тәуекел ұйымының арқасында. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Бұл бірлестік сонда ақпараттандырумен айналыса ма? Жаңағы ұсыныстарыңыз бар ғой, сол ұсыныстарыңызды бірлестік арқылы орындалуына сіз бір түрткі болып әсер етіп жатырсыз ба? Дәл осындай. Қандай әсер етіп жатырсыз? Дәл қазіргі уақытта біз мысалы тек қана ақпараттық осы көш мәселесін ақпараттық қолдау жағымен ғана айналысамыз, бірақ біз болашақта адаптациялық орталық ашып, көшіп келгендерді интеграциялау, социализациялау мәселелерін толыққанды атқарғымыз келеді. Бірақ өкінішке орай дәл қазіргі уақытта үкімет тарапынан толыққанды қолдау көрсетіліп жатқан жоқ. Жаңағы енді біз орысша айтқанда МПО-мыз, үкіметтік емес ұйымбыз. Үкіметтік емес ұйымға тікелей ақша берілмейді. Бізге тек жаңағы госзакуп лот арқылы. Бір қызығы осы жақында еңбек министрлігімен және Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігімен біздің тәуекел ұйымының арасында 3 жақты меморандум жасадық. Яғни көшіп келген азаматтарды біз жақсылап, жаңа күтіп алу, оларға қолайлы аймақ іздестіру деген сияқты функциялар біз өзімізге алғымыз келеді. Осы мақсатта біз бір 10 миллион теңге бөлдіргенбіз жалпы лот мәселесі бойынша. Бірақ өкінішке орай біздің тәуекел ұйымының жаңағы стажы дейді ғой, тәжірибесі сондағы госсакуптағы жетпей қалғандықтан біз ұтылып қалдық. Сол себепті дәл қазіргі уақытта біз не үкімет тарапынан, не басқа да бір қаржы көздерінен біз ақша алып отырған жоқпыз. Жалпы алдағы уақытта мақсат бар, иә? Жалпы негізі алдағы уақытта мақсат, өйткені осы уақытқа дейін біз солтүстікке көшкен арасында мен жалғыз емеспін. Жалпы мына әлеуметтік желілерде менің кішкене жұлдызым жанып кеткені болмаса, оның мағанға дейін көшпен айналысқан азаматтар болған. Дәл қазіргі уақытта менімен бірге де істеп жүрген азаматтар, менен кейін де істеп жүрген азаматтар болады. Менің басты мақсатым сол кісілердің басын қосып, осы жерде жаңағы тегін емес, бір арнайлап тұрып, жалақысын беріп отырып, нақты мақсатты түрде осы дүниемен айналысқанын қалаймын. Ал ол нәрсемен оларға жалақысын беріп, тағы басқа дүниелерін жасау үшін міндетті түрде қаржы көзі керек болады. Ал енді қазіргі уақытта мынандай үлкен өте жауапты дүниемен айналысып жатқандықтан біз жаңағы сенімсіз көздерден біз ақша ала алмаймыз. Сенімсіз немесе шет елдің жаңағы қаржы көздерінен біз ақша ала алмаймыз. Сол себепті бізде тек қана 1-2 ғана қаржы алу мүмкіндік көздері бар. Оның біреуі осы мемлекеттік сатып алу жаңағы. Ал ұсынатындар бар ма? Немен ұсынат? Сіз жаңа айттыңыз ғой, шетелдік банк дедіңіз, сенімсіз көздер жалпы дедіңіз, негізі шетелдік жаңағы қорлардан тағы басқа дүниелерден ақша алу мүмкіндігі қазіргі заманда өте оңай болып кетті. Ол қайсы шетелдік дегеніңіз нақты? Мысалы европалық жаңағы қаржы фондтары бар, тағы басқа бір фондтар бар. Олардан алып жүрген азаматтар да мысалы открыто алып жүр. Сондай адамдар бар ғой енді. Бірақ ондай ниетіміз жоқ деген мағынада айтып отырмын. Сіз тек қана сол мемлекеттен, иә? Біз мемлекеттен немесе осы нақты, егер нақты сендерді қолдаймыз, спонсор боламыз десе, осы елдегі өзіміздің жаңағы қандас туысқан кәсіпкерлерден деген сияқты сондай көздерден қана алуға тырысатын боламыз. Мемлекеттік сатып алу арқылы, жалпы сол бағдарламаны жүзеге асыру, сіздердің мақсаттарыңыз? Жүзеге асыру, нәтижесін арттыру, нәтижелілігін жаңағы жақсырақ қылу. Бұл ұйымды құру идеясы қайдан келіп еді сізге? Сізге біреу айтты ма? Мысалы, ешкім ештеңе айтқан жоқ, бірақ осындай бір структураның керек екенін мен өзім түсінгендіктен осы дүниені мен дүниеге әкелдім. Ақордаға жиі барып тұрасыз ба? Ақордаға жиі барып тұрасың, Ақордаға өмірімде кіріп көрмеген. Тек бір сурет салыпсыз. Ақордаға кірген суретімді салған жоқпын.
ондай сурет жоқ менде, өйткені Ақордаға кіріп көрген жоқпын, бірақ бір рет кіретін мүмкіндік болды. Ол кезде Карин мырза жаңағы мемхатшы болған, сол кісі шақыртқан болатын, бірақ өкінішке орай бір келеңсіз ситуацияларда мен Ақорданың ішіне кіре алмадым сол күні. Бірақ мемлекет хатшы мырзамен кездестім. Ерлан Кариммен Иә. жақсы араласасыздар. Қандай мағынада жақсы араласасың? Жоқ, бір-ақ рет кездесіп көргенмін өмірімде. Бір-ақ рет кездестім, бір-ақ рет сөйлестім, өзімнің ұсыныстарымды айттым, бірақ одан кейін біз хабарласып сөйлескен жоқпыз. Сізге мынандай сұрақ, жалпы халықтың жоқшылықты, жалпы жоқшылыққа, кедейлікке, несиеге батуына үкіметті кінәлайды. Сол қаншалықты дұрыс деп есептейсіз? Жалпы негізі жеке пікірі болатын болса, біздің әке-шешелеріміз СССР-дің тумалары. СССР-де қандай болды? СССР-де социализм болды. Социализм, олар коммунизмге, яғни бәр нәрсе ортақ, үкімет бәрін ойлайды. Мысалы, біздің үлкен ағаларымызбен әлі күнге дейін сөйлесіп отырсам, олар айтады, Совет одағында өмір сүрген кезде біз таңертең тұрып жұмыс бар ма деп ойламайтынбыз. Біз таңертең тұрамыз, жұмыс бар. Әрқашан жұмыссыз жүрсең, наоборот, сені соттайды. Сол себепті осындай бір үлкен системадан шыққан адамдар бізді де солай тәрбиеледі. Яғни түсінік бойынша үкімет бәрін қамтамасыз ету керек деген түсінік, ол кезіндегі сол Совет одағынан қалған түсінік деп ойлаймын. Енді біз дәл қазіргі уақытта тәуелсіздік алған, тәуелсіз жаңа жас мемлекет болғандықтан біз өз қотырымызды өзіміз қаси білуіміз керек деген пікірдемін. Яғни әр адам өз өміріне өзі жауапты. Үкіметтің қатысы жоқ дейсіз ғой? Жоқ, үкіметтің қатысы жоқ деген әңгіме жоқ. Үкімет әрқашан жауапты. Дінді қаралау, әжуалау деген секілді қоғамда сондай үрдіс алып жатыр дейді. Енді бұны сіз байқайсыз ба жалпы? Ондай дүниелерді байқаймын. Иә, енді ол кімге тиімді болады, ол дүние? Оның кімге тиімді, анаған тиімді деген сияқты сұрақтарға мен жауап бере алмаймын, өйткені бұл саланың адамы емеспін. Ал жеке пікіріңізше қоғам белсендісі ретінде? Қоғам белсендісі ретінде жеке пікірім, әр нәрсе орнымен болу керек деген ойдамын. Жалпы дін туралы мүлдем жауап бермеймін дейсіз ғой? Дін туралы мүлдем жауап бергенде, мен дін туралы ештеңке білмеймін, мен дін маманы емеспін. Сол себепті дін туралы мен сөйлескім келмейді. Өзіңіз жалпы намаз оқисыз ба? Жоқ, намаз оқымаймын. Тіл мәселесін де өзіңіз көтеріп жүрсіз ғой? Иә, тіл мәселесі туралы сөйлескенді жақсы көремін. Осы тақырыпты көтерсек, онда мынандай, ана тілін біліп тұрып бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш, иә? Ал ана тілін білмей тұрып бөтенше жақсы сөйлесең, бұл күйініш деген Халел Досмұхамедұлының сөзі бар. Осыған қатысты біздің елде мысалы 30 жылдан асты да қазақ тілінің сондай өзінің мәртебесін жоғарылатпауына не кедергі болып отыр дейсіз? Сіздің қандай да бір ұсынысыңыз бар ма? Осы мәселені жиі көтеріп жүресіз ғой? Жалпы негізі, қалай айтсам болады, мен енді Солтүстік Қазақстан облысына көш мәселесімен бірлестіріп туралы айтайын бұл нәрсені. Біздің Солтүстік Қазақстан облысында 30% қазақ тұрады. Сол 30%-дің 27-25% қазақша сөйлейді, қалғандары орыс тілді қазақтар. Енді біздің басты мақсаттарымыздың бірі, яғни біз неге көшіріп жатырмыз, ол біз Солтүстік Қазақстан облысында қазақ идеологияның мәртебесін көтергіміз келеді, жаңағы тілдің мәртебесін көтергіміз келеді деген сияқты. Енді тілдің мәртебесін қалай көтереміз деп айтамын. Мен мысалы маған сұрайды, сен тілдің мәртебесін қалай көтересің? Сосын мен айтамын, мен қазақ тілінің сұранысын арттырамын деп айтамын. Яғни мысалы қарап отырыңыз, осыдан біраз уақыт бұрын біздің Солтүстік Қазақстан облысында қазақ тілі қоғамы деген қоғам бар. Бүкіл республикалық қоғам, бәрі білетін шығар. Сол кісілердің жігіттері келді, бізде ауданда мұғалімдер жинап, сол жерде әңгіме болды, сонда айтты. Бәрі қазақша сөйлеу керек, анау. Сонда мен тұрып айттым, қазір біздің бүкіл Солтүстік Қазақстан облысында 30% адам қазақша сөйлеп кеткенмен, ол нақты сол жердегі положениені ешқандай өзгертпейді. Яғни бізге адам керек. Дәл қазіргі уақытта бүкіл әйелдер тудырсаң да бұл не өзгермейді. Бірақ демографиялық нәрсені біз оңтүстіктен адамдарды көшіру арқылы біз солтүстіктегі қазақ тілді ортаны дамыта аламыз. Өйткені қараңыз, мысалы мен алдында Ереке деген жігітті көшірдім. Түркістан облысы Шаян деген ауыл, Бәйдібек ауданы айтпақшы, содан 8 баласы бар ана жігіттің. Яғни оның 8 баласы өзі 10 адам
таза қазақша сөйлейді. Орыс тіліне ол кісілердің мұқтаждығы жоқ. Яғни дәл қазіргі уақытта біз сондай адамдарды көбейтетін болсақ солтүстікте, онда қазақ тілінің мәртебесі анағұрлым артады деп ойлаймын. Ал солтүстік өңірлерде неге қазақ мектептері азайып бара жатыр? Жалпы негізі бұл сұраққа жауап берудің алдында солтүстікте адам аз деген сұраққа жауап бере кеткен дұрыс деп ойлаймын. Солтүстікте неге адам аз екенін мен саған айтқан жоқпын, соны айта өтейін. Жалпы негізі заманында, мына патша заманынан бері, оның алдында да, мысалы Кенесары ханның соғысы уақыттарында біздің солтүстік Қазақстан облысында өте жаңағы соғыс болған жерлер өте көп, адамдар азайған. Ол заманнан бұл заман Есіл өзенінің оң қанатын, арғындар, сол қанатын керейлер мекендеген. Жалпы дәл қазіргі уақытта ол жердегі адамдардың аз болу себебі жаңағы Столыпинский реформа деген дүние болған патша заманында. Сол кезде жаңағы мұжықтарды көп, жаңағы крестьян дейді ғой, соларды әкеліп осы біздің солтүстік Қазақстан облыстарына шоғырландырған. Олар бар, одан кейін соғыс заманында да көптеген жаңағы адамдарды бері қарай әкеліп тұрғыза бастады деген сияқты әңгімелер. Одан кейін Құдайға шүкір міне тәуелсіздігімізді алдық. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін көптеген жаңағы этникалық өзге ұлт өкілдері өздерінің тарихи отандарына қайтты. Украиндықтар Украиналарына қайтып жатыр, ресейліктер қазір соғыс басталғалы Ресей тоқтап қалды, Ресейге азайып қалды. Дегенмен кетіп жатқан әлі бар. Поляктар Польшасына. Оның үстіне дәл қазіргі уақытта бізде өте бір табиғи урбанизация жүріп жатыр. Яғни шекарадағы аудандар, шекарадағы елді мекендегі адамдар қалаға қарай, яғни мына Қызылжардың айналасына, немесе осы Астана жақтарға, оңтүстік жақтарға қарай қоныс аудару мәселелері бізде жиілеп барады. Одан кейін қазақ мектептері неге жабылып жатыр деген мәселені мен бағана жауап берген секілдімін сізге. Өйткені қазақ мектептері неге жабылады деген кезде, қазақ мектептерінде оқитын балалардың саны аз өйткені. Балалардың саны аз. Орыс мектептерінде оқи ма сонда көбісі? Жалпы негізі орыс мектептерінде оқи ма дегеннің өзі де көп не емес. Орыс мектептерінде оқитын қазақ балаларының да саны аз. Жалпы қазақ балаларының саны аз. Жалпы халықтың саны аз дейсіз ғой? Жалпы халықтың саны аз, қазақтың саны одан да аз. 30% деп айтып отырмын. Енді бағдарлама неге тиімді нәтижесін бермей жатыр деп ойлайсыз? Жалпы негізі мынандай нәрсе қазір көп айтылып жүр. Тіпті алдында Сенат басшысы Мәулен Әшімбаев та ойбай, еңбек бағдарламасы өзінің тиісті результатын бермеді, анау-мынау деген нәрсе. Мен бұл нәрсеге түбегейлі қарсымын. Келіспеймін бұл нәрсемен. Өйткені еңбек бағдарламасы жалпы негізі оңтүстіктен солтүстікке еңбек адамдарын көшіру деген өзінің функциясымен толығымен атқарып шыққан. Бірақ ол программадан солтүстіктегі бір демографиялық дүмпу немесе экономикалық бір дамытып жіберу деген сияқты дүниені күту ол ақымақтық деп білемін. Өйткені алмағаштан алмұрт сұрағанмен бірдей. Өйткені еңбек министрлігіне тиесілі кішкентай еңбек бағдарламасы ол үлкен солтүстік 3 облысты қалай қамтамасыз ете алады. Сол себепті мен қайталап айтам, бұл дүниені егер шынымен үкімет біздің дамытқысы келетін болса, бізге арнайы бір структура керек, көші-қонмен айналысатын. Яғни солтүстікке көшіп келген азаматтың жоғын жоқтайтын бірдеңке керек. Және тек қана еңбек министрлігі ғана емес, тіпті мына Қазақстандағы нацс компаниялар бар ғой, үлкен Қазмұнайгаз және жарайтын BI Group солтүстікке келіп үй салсын деген сәл-пәл утопия болатын шығар. Бірақ Қазмұнайгаз немесе басқа да үлкен дүниелер неге атсалыспайды осындай дүниеге? Неге игермейміз біз? Қысқасы айтқан кезде сол себепті тек қана бір ғана министрлік емес, ауыл шаруашылық министрлігі де қосылсын. Яғни осыдан 2 жыл бұрын біздің оңтүстік өңірлерде өте қатты қуаңшылық болды. Қаншама малдар қырылды, құрметтеген батыр жігіт шығып Маңғыстауға шөп жіберді. Енді мен ойлаймын, сол кезде өспеген шөп қазір де өспейді. Ал бірақ Құдайға шүкір біздің солтүстік Қазақстан облысына не ексең сол өсіп шығады. Өте құнарлы, яғни фермерлерге бізде өте жақсы мүмкіндік бар. Демек, мысалы қазіргі уақытта бізде негізі бір ғана программа емес, дипломмен ауылға деген білім министрлігінің бірге қосылып жасап жатқан жобасы бар. Одан кейін серпін бағдарламасы бар, бірақ ол қатты функционировать етіп отырған жоқ, но дегенмен ол нәрсе бар. Сол сияқты дүниені неге ауыл шаруашылық министрлігі де жасамасқа? Арнайы бір солтүстікке көшіп келетін, оңтүстіктен көшіп келетін бір фермерге
арнайы бір көмек кейстерін берсін, мысалы 100 гектар жерін берсін, тағы басқа субсидияларын бірдеңке берсін. Өйткені қараңыз, қарапайым бір ғана мұғалімді, мысалы сен мұғалім болсаң, сені көшіріп келу жақсы ма, әлде ар жақтан бір фермерді көшіріп әкелген жақсы ма? Фермер адамға мысалы ол 100 сиыр бағатын болса, оған кем дегенде 2 көмекші керек, 2 сиыршы, сауыншы керек, 1 тракторист керек. Яғни ол 5 адамға жұмыс беріп отыр. Осы тұрғыдан қарап, өзгерістер енгізу керек. Иә, өзгерістер енгізіп істейтін болса, бұл нәрсені толыққанды күшпен, үлкен күшпен жасау керек деп. Ал өзіңіздің солтүстікке көшкеніңізге қанша уақыт болды? Бұйырса осы жылы күзде 3 жыл болды. Енді көп мысал айтып жатырсыз ғой, оңтүстіктен солтүстікке көшкен кезде біраз дүниеге қол жеткізуге болады деп айтып жатырсыз. Өзіңіз не нәрсеге қол жеткіздіңіз енді? Шаруашылықпен айналыстыңыз ба? Жоқ. Мен мал шаруашылығы емес, мен мал шаруасы емеспін, мен кәсіпкер емеспін. Мен қалай айтсам болады, қоғамдық белсендімін. Қоғамдық белсендімін. Бұл нәрсені де біреу істеу керек деп ойлаймын. Мен сол нәрсені істеп жатырмын. Ал бірақ былай жанынан кәдімгі қарапайым қара жұмысшымын өзім. Қарапайым жерде. Солтүстікте қалай сіз табыс таптыңыз? Енді бұл қоғамдық бірлестігіңізден табыс түспейді дедіңіз ғой. Бұдан мүлдем табыс түспейді. Иә. Мен қарапайым, бізде үлкен фермер ағалар бар, сол кісілердің қол астында жұмыс жасаймын. Мынау қара жұмыстар болса, соларды атқарам. Бірдеңкесін бағу керек болса, бағып берем, сою керек болса, сойып берем, апару керек болса, апарып берем. Ара-тұра таксовать етем. Бірақ бұл өмір маған өте ұнайды. Мен ешкімге бұлай не сияқты өзімді көрсеткім келіп отырған жоқ. Мен өте бір бақытты адамдардың бірі ретінде есептеймін өзімді. Халықтың көзі түскен, тәңірдің көзі түскен, өте бір... Мен жас болсам да, халқыма, ұлтқа қай жағынан пайдам тие алатын жолды тапқан адаммын. Сол себепті мен өзімді өте бір бақытты адам сезінемін. Әмбе жаңағы пайда дейсіздер, көп айтады, не пайда табасың? Жалпы мен негізі пайда табам. Қалай? Мен пайда өте жақсы табам. Бірақ тек қана құндылық ол жерде материалдық немесе ақшалай емес, рухани байлық. Сіз ойлап көріңізші, мен осы уақытқа дейін қаншама біршама ауылдардың құтқарылуына сеп болдым. Біршама ауылдардың кәдімгідей құтқарылуына сеп болдым. Қалай болсында? Жаңағы жабылып қалайын деп тұрған мектептеріне, сол ауылдарына адам көшіріп әкеліп, олардың мектептерінің құтқарылып қалуына сеп болдым. Қаншама үлкен ақсақалдардың рахметін алдым. Мысалы, әрбір көшіп келген 5 адамның 3-інде оңтүстікте үйі болмаған. Квартирада жүрген адамдар, сол кісілердің ошаққа келіп үйлі болуына сеп болып отыр. Қазақ тілінің мәртебесі көтеріліп отыр. Қазақи мәдениет. Қысқасы айтқан кезде, мен жалпы негізі өте бір рухани жағынан мен ең бір бай адамдардың қатарына кіретін шығармын. Егер сондай бір өлшем болатын болса, мен ең төменгі тізімдерде болмаймын деп есептеймін өзімді. Ал бұндай сіздің миссияңыз қалай басталып кетіп еді о баста? Жалпы негізі бұндай миссия болған кезде мен туа салып бұндай болған жоқпын. Бірақ 2017 жылдары мен өзім негізі жалпы кішкентай кезімнен Қазақстан тарихын жақсы оқыдым, қазақ әдебиетін, Мұхтар Шахановтың шығармаларын әлемге есімде бар, отырар туралы шығармасын жатқа білдім заманында. Басқа да үлкен қазақтың классиктары, әлемдік жаңағы Эдгар По, Эрнест Хемингуэй, жаңағы көп сондай адамдардың кітаптарын заманында өте жақсы оқыдым. Содан кейін соның ішінде қатты қызығатын дүние мына Қазақстанның тарихы, дүниежүзі тарихы сияқты дүниелер болатын. Сол жерде мен өзімнің ұлтымның қандай ұлы болған, бұрынғы заманда үлкен әлемді дүркіреткен 4 империяның тікелей мұрагері екенімізді мен сол кезде сезіндім. Қысқасы, қандай мықты адамдардың ұрпағы болғанбыз біз. Әлемді дүркіреткен, әлемді жаулап алған, бүкіл Евразияны жаулап алған, ананы шулатқан, мынаны шулатқан, Римді құлатқан. Қысқасы, сондай адамдардың біз тікелей ұрпағымыз. Сол нәрсе маған жүрегіме бір күшті бір сезім сыйлайтын. Сосын не керек? 2017 жылдары мен мына ол кезде ВКонтакте деген желі болды. Сол ВКонтакте желісінде Бөрлі байрақ деген не құрдым. Жаңағы паблик деп айтам ба, сообщество.
сондай құрдым бөрілі байрақ деген. Сол бөрілі байраққа жаңағы білгендерімізді басында жазып отырдық. Одан кейін қаншама кітапханаларда болып, жаңағы кітаптарды алып, біз ол кезде жаңағы интернетте қазақ тілді нелер аз болатын, өте аз болатын. Жазбалар, жаңағы мәліметтер, ол кезде жаңағы Википедия деген қазақ, ол да тіптен дымы жоқ болатын ішінде. Қысқасы сол уақыттарда біз алып, әлі күнге дейін командам есімде бар. Жаңарған деген жігіт, Бекзатхан деген, Түркістанда Жанар деген қыз. Бәріміз әр жақта отырып алып, сол міне бүгін біз осы дастанды жазуымыз керек. Жанар, сен соған жауаптысың. Ол күні түнімен ұйықтамай, көзінің майын тамызып. Сол уақытта командаңыз болған екен. Иә. Сондай дүниемен айналыстық біз. Өте жаңағы қазақтың жастарының жүрегіне, ұлтына деген сенімін, сезімін біз сіңіре алдық. Ол топ өте жақсы дамыды, заманында 100 мыңға дейін жетті. Өте активный топ болды, бірақ өкінішке орай ВКонтакте желісінің басынан бағы тайып, қысқасы бөрілі байрақта сонымен сол өткеннің несіне еншісінде қалып қалды. Содан бері де мұна әлеуметтік желілерде қолдан келгенше қазақилықты насихаттау мәселесі бойынша, қазақи идеологияны дамыту мәселелері бойынша қолымнан келгенше дүниелер жасап жүрдік. Одан кейін қысқасы айтқан кезде мен айтқым келіп отырған, мен аяқ астынан бет пайда болып мынандай болған жоқпын. Жоқ, мынау сіз енді Алматыдан солтүстікке көштіңіз ғой? Иә. Өзіңіз көшкеннен кейін сізге осындай идея келді ма, жобаны насихаттау деген? Жоқ. Мен Фейсбугімде осыдан 3 жыл бұрынғы жазбамды қарасаңыз, менде мынандай не бар, жазба бар. Солының алдында 3 жазба бұрын ғой деймін. Жириновский мен Зюгановтың кәдімгі нагло тұрып Северный Казахстан, это наша земля деп тұрып әңгіме жіберіп тұрған видеосы бар. Ананы көріп мен шатырым ашылып кетті. Сосын тұрып сол жақта ақырындап қарай бастадым. Бұл мүлдем назар аудармаған зат болатын, бір қарапайым бір күнде естіп жүрген зат сияқты естіледі. Сосын шатырым ашылып кетті, біз неге бірдеңе істемейміз деген ой келді. Сосын тұрып алдым да солтүстікке көш деген нәрсені қарай бастадым ақырындап. Талдықорғанда жүрмін ол кезде. Ары қарайым, бері қарайым. Сосын қарайым, көп адамдар көшіндер деп жазған екен жалпы Фейсбукта. Бірақ ешқандай бір нақты нәтижелі не жоқ. Сосын мен тұрдым да, әлі күнге дейін есімде сол жазбам. Солтүстікке қазақтың қанын құю керек. Сол қанды отбасымен бірге шамам келгенше өзім алып кетем, барам, құям. Қазақтың қанын кіммен қосылады, жүріңдер, бірге солтүстікке барып тұрайық. Шекараны бекітейік деген жазбам бар. Сол жазбам ең басында аса бір қатты нетілген жоқ, бірақ жарайсың, алға қолдау тапты. Қолдаусың, бар деген сияқты, бірақ қатты бір неткен жоқ. Бірақ сол бір жазбадан кейін менде өзімде нақты мақсат пайда болды. Одан кейін алдымда өзім бір рет барлауға барып келдім, осы солтүстік Қазақстан ауылдарын, елді мекендерін көрдім. Қай жерге тұруға болатын мүмкіндіктерді қарадым, не істеуге болады. Одан кейін сол жазбадан кейін шамамен 40 күннен кейін бала шағамды көлікке салып, өзімен бірге 20-дан астам отбасы бар. Алматыдан біраз, Түркістаннан біраз қосылды, Қызылордадан қосылды, тіпті Маңғыстаудан қосылды бір отбасы. Қысқасы сол 18-19 отбасы болып, бірінші біз солтүстікке көшіп бардық. Керемет, квотамен, сол уақытта? Сол уақытта квотамен көшіп бардық, үйімізді берді, қуандық. Сосын ақырындап қарай бастадық. Сосын ойластырдық. Енді біз көрдік шынымен қазақтардың өте аз екенін. Жалпы негізі мына жерде мен кейбір сөздерді қате айтып отырмын. Негізі мына оңтүстік өңірлерде көрермендер жаман ойлап қалмасын. Жалпы оңтүстік Қазақстан өңірлеріндегі азаматтар біздің солтүстік туралы бір өте қате пікірде. Олар бізді бір орыстанып кеткен жері деп есептейді солтүстікті. Орыстанып кеткен бір суық Сібір сияқты елестетеді. Жалпы негізі мүлдем олай емес. Біздің солтүстік Қазақстан облысында бір орысы тұрмайтын елді мекен мықты ауылдар бар. Сен тұр мен атайын деген ауылының ері қайсысы деген кезде ұялмай алып шығатын мықты ер жігіттер бар. Өкінішке орай бірақ саны аз. Жаңағы енді пышақтың екінші қыры да бар сияқты демекші, бір қазағы жоқ орыс елді мекендері де бар, не мешіті жоқ. Сол себепті жаңағы намазхандарға айтамын мен. Солтүстікке көшіп келіп,
бір мешіт болса да ашыңдар, жамағаттарыңды көбейтіңдер. Бізге солтүстік Қазақстан облысына адамдарды көшіру. Мен мысалы жаңағы дін туралы айтпаймын дегенде мен қазақты дінге бөлмеймін. Мен үшін мысықтың түсі маңызды емес, ол тышқан ауласа болды деген сияқты, ол қазақ болса болды, біз соған қызмет етеміз деген пікірдемін. Ол қандай діннің өкілі, мен үшін ол бір екінші деңгейдегі сұрақ. Ал ең басты нәрсе оның бойындағы қаны, менің бойымдағы, сенің бойыңдағы қан, бәріміздікі қазақтың қаны деген сол нәрсе маған маңызды. Сол себепті мен ешкімді бөлмеймін. Былай тәңіршілсіз ба? Қазір енді бөледі ғой, біреу тәңіршіл, біреу ислам. Мен тәңірге сенемін, бірақ өзімді тәңіршілердің қатарына қоспаймын. Мен бір мықты күштің бар екеніне сенемін. Және сол мықты күштің жердегі көлеңкесі халық деген мағынадамын. Яғни халық біздің құдайымыз деген түсініктемін. Яғни халық бізді туды, сенің әке-шешең халық қой мысалы. Халық сені туды, халық сені өсірді, халық сені оқытты, мұғалімдер де халықтың бір бөлшегі. Ауырса емдеді дәрігерлер, олар да халық. Сен де сол қазір халыққа қызмет ету арқылы сен өзіңді асырап отырсың. Яғни сені өсіретін де өшіретін де халық, құдайдан қай жері кем деген мағынада. Қысқасы осылай. Ал мынау Меккеге бару, қажылық жасау деген нелер ше? Жоқ, ол әркімнің сенімін сыйлаймын. Әркімнің сенімін сыйлаймын, өйткені ол өзінің жеке құқысы, қай құдайға сенгісі келсе де. Ал сіздің басыңызда болып жатқан жағдайлар, ол құдайдың емес, өзіңіздің әрекетсіздігіңізде немесе әрекетіңізде жалпы мен солай есептеймін. Иә, өзімнің жауапкершілік өзімде деп есептеймін. Шыны керек, мына үйімнің өртеніп кеткені осыдан бір айдай бұрын менің үйімде жаңағыдай светтер өшіп жанып замыкание болып жүрді. Соны электрик шақырдым, электрикке айтамын, менің үйімде замыкание болып отыр. Ол қаратты, автомат ауыстыру керек депті. Соны барып мен негізі 25-тік автомат деген болады. Сен енді қыз бала болғаннан кейін оны түсіне көрмейтін шығарсың. Бірақ автомат тоқтың күшін есептейтін жаңағы 25-тік деген автомат болады, 32-лік деген автомат болады. 32 автомат ол 25-тің сезген дүниесін сезбейді. Мен соны 32-ке ауыстырып қойғам. Сосын маған электрик айтады, сен срочно тоқтарды ауыстыру керексің дейді. Сосын мен өкінішке орай үлгермедім. Сол әрекетсіздігімнің арқасында осы дүние орын алды. Яғни өзімнің жауапсыздығымның арқасында деп есептеймін мен. Сол себепті мен ешкімге былай кінә артып отырмаймын. Мысалы, көп адамдар бізде негізі үй өртеніп кеткен жалғыз мен емес. Осыдан біраз уақыт бұрын біздің ауылда да тағы бір кісінің үй өртенген. Сол кезде адамдар айтып отыр, үкімет кінәлі, үй осындай болды, мынандай болды. Сынақ шығар деген секілді. Сосын мен айтамын, жоқ, мен үкіметті кінәлап отырған жоқпын. Үкімет маған жері бар, 20 сотық жері бар, керемет үй берді, қабырғасы бар, төбесі жабылған. Енді ары қарай ол адам ол үйді өзінің отбасына жаңағы икемді ыңғайлы қылу өзінің мойнында деп есептеймін. Жалпы солай. Ал мемлекеттің қаражатына қандастарды осы елге алып келуді кейбіреулер сынап жатады. Онсыз да Қазақстандағы халықтың кейбір бөлігі жағдайы нашар ғой. Оны алып келіп не керегі бар деген сын пікірлер айтып жатады ғой. Бұны сіз қалай қабылдайсыз? Жалпы негізі әр нәрсенің өзінің енді әртүрлі көзқарасқа байланысты ғой. Жалпы мен ойлаймын, как отаншыл адам ретінде, патриот адам ретінде солтүстік Қазақстан облысына емес, тек қана елімізге қандастарды әкелу, Монғолия болсын, Қытай болсын, Өзбекстан болсын, басқа да елді мекендерден қазақтарды әкелу ол керек деп ойлаймын. Өйткені бізге қазақилық керек. Мен мысалы кеше ғана Фейсбукта бір жазба жарияладым. Мына Қытайда Үрімші қаласында бір ұят емес деген бір клуб бар екен. Қазақтың жастары сонда жиналып алады, өздерінше өлең айтады. Сонда мен таң қалғаным, мына біз кейбіреуіміз сөздерін білмейтін, бірақ қазақи кезіндегі Шәмшінің өлеңдері, Қайрат Нұртастың баяғы ескі өлеңдері, ауырмайды жүрек деген сияқты. Шәмшінің жаңағы арыстың жағасында деген өлеңдерін кәдімгідей хит қылып, оларды жақсы көріп, сүйіп, билеп, беріліп сөйтіп отыр да. Ал мына жақта отырған мен, атамекенде отырған мен ана өлеңдерді тыңдамаймын, шыны керек. Біздің жастар да тыңдамайды. Мысалы, сен де білмейсің ғой, арыстың жағасында, или сен білесің бе өлеңдерді, жатқа білесің бе? Қысқасы сол сияқты әңгіме ғой. Елдің бәрі сен сияқты емес, ол өлеңдерді
ұнатпайтын, білмейтін, менсінбейтін адамдар бізде жетерлік қазақтар. Сондай бір сол дүниенің баршылықтың, сол мәдениеттің қадірін сезетін қандастар бізге ауадай қажет деп ойлаймын. Қысқасы айтқан кезде оларды бері қарай әкелу арқылы мен көріп жүрмін, қаншама қандастардың бері қарай келе алмай жүр, көрдім, келе алмай жатқанын көрдім. Көбіне емес, бірақ саусақпен санарлық болса да аз-пазына келуіне де көмек берілді. Араласып тұрамыз, қазіргінің өзінде де араласып тұрамыз. Ал мысалы Ираннан келді бізге, солтүстік Қазақстан облысы Шал Ақын ауданына Ираннан нелер келді, ирандық қазақтар, Иранның Горган қаласынан келді. Сол кезде мысалы басы қасында жүрдік. Оларда газ, от жағу деген дүниені білмейді. Бір күні барсам, мысалы пеш болады, пештің үлкен есігі болады, отын салатын, астында күл алатын тесігі болады. Сол күл алатын тесігіне астына от жағып жатыр. От жағып көрмеген. Үйдің іші көк түтін. Әлі күнге есімде әрқайсысына 2-3 күн жүріп мен от жағуға үйреткем. Қысқасы айтқан кезде от қалай жағу керек екен, отты қалай жару керек екен. Қысқасы айтқан кезде біздің солтүстік Қазақстан облысына осындай не жасайтын бір керек. Мысалы бір қызық айтайын. Алдында осы бір депутат мырзамен кезіктім. Сонда ол кісі де осылай сұрап отыр, қандай проблемалар бар, анау-мынау деп. Ертең жаңағы көші-қонға жауапты комитет миграцияның басшысын шақырайық, сұрайық деп, сосын мен тұрып айттым. Мырза, сіз қалай сұрайсыз одан? Сіз айтасыз қазір, мысалы осы уақытқа 2000 адам көшіп келді, 2500 қайтып кетті. Неге қайтып кетті деп сұрайсыз одан. Сосын ол тұрады да қағазын алып шығады. Жұмыспен қамтудың берілген ресми қағазын. Көшіп кеткен адам, міне, Дақанов Бурахан Нұржанұлы көшіп кеткен. Бірақ міне осы уақытта ол көшіп келген, үкіметтен берілетін міне мынандай уәде етілген дүниелерін алды, үйін алды, жұмысын істеді. Маған не вопрос деген сияқты. Көрдіңіз бе? Жалпы негізі еңбек министрлігіндегі адамдар өздерінің функционалдарын толыққанды атқарып отыр. Уәде етілген дүниелерін береді. Бірақ ар жағындағы дүниелерге жауапты ешкім жоқ. Мысалы, үйдің сапасы жағы, анау-мынау деген сияқты дүниелер, тағы басқа мәселелер деген сияқты. Сол себепті бұл нәрсеге более структурно қарау керек. Яғни, арнайы бір жауапты орган болу керек. Сол орган жаңағы үйлердің сапасында қарау керек. Ол кісілердің жаңағы идеологиялық хал ахуалын, социализация мәселелерін. Мысалы, әлі күнге дейін солтүстікке көшіп келгеніне 2 жыл болса да, жергілікті азаматтың үйіне қонаққа бармаған көшіп келуші адамдар да бар. Бұл негізі өте дұрыс емес нәрсе. Өйткені біз солтүстікке адамдарды не үшін көшіріп жатырмыз? Ол солтүстікке осында сіңісіп, қыз алысып, қыз берісіп, араласып, құдаласып, осы жақтағы жаңағы реалиге, менталитетке сай болу үшін біз көшіріп жатырмыз. Ал ол кісілердің анклав болып, жеке қалыптасып қалуы, бұл да болашақта өте бір дұрыс емес дүниелерге әкеледі деп ойлаймын. Сол себепті дәл қазіргі уақытта осы нәрсені алдымен шешу керек. Ал енді үкіметтің ондай функционалы дәл қазіргі уақытта мүмкін емес болып тұр. Ал жұмыспен қамтудың маманы, мысалы қараңыз, солтүстікке көшіп келген адам, жұмыспен қамту маманы ол робот сияқты өзінің берілген функцияларын береді. Бірақ жұмыспен қамту маманы ана жердегі ауылдың мектебі жабылып жатыр деген нәрсеге ол басқа тұруға міндетті емес. Ана жерде қазақтар аз деген нәрсеге ол басқа тұруға міндетті емес. Ол өзінің функционалы бар. Яғни мына жерде дәрігер жетіспей тұр, оңтүстіктен мен келген дәрігерді осы жерге әкеліп, мен бір тесікті жабам десе, ол өзінің функцияларын атқарады. Енді дәл қазіргі уақытта сол структура жоқ болғаннан кейін амалсыз осы тәуекелді сол арқылы құрып, ары қарай адамның көшіп келген кездегі жаңағы қай жерге орналасу мақсатын. Мысалы, солтүстікке бұрын соңды келіп көрмеген азамат, мысалы, Алматы қаласынан, Қызылорда, Петропавлдан бізде пойыз жүреді. Сол пойыз Петропавл қаласына сағат 4:30-да келіп түседі. 4:30-да келіп түседі, ал өмірі Петропавлға ол кісі келіп көрмеген, қайда барарын білмейді мысалы. Ал жұмыспен қамту мамандары ол ертең барғанмен үлгермейді, өйткені жұмыс уақыты бітеді. Ол бір күн қайда барады? Ол жағы да белгісіз. Міне осы дүниелерді алдын алу мақсатында біз алдында бір өте бір керемет ғимарат тауып қойдық. Петропавл қаласының жанында.
дәл қазіргі уақытта соны сатып алу және соны ремонттау деген сияқты мәселелерге біз ақша іздестіріп жатырмыз. Егер міне сіздің нелеріңіздің арасында мына елім жерім деген патриот азаматтар болатын болса, кәсіпкерлер болатын болса, бізге көмектессін. Өйткені ана үлкен ғимарат, мысалы 800 метр квадратты ғимарат, 2 этажды. Сол 2 этажды ғимарат, яғни солтүстікке келген азамат сонда жатып, келіп документін реттеп, көріп, қысқасы өзінің проблемасын айту. Яғни мысалы солтүстікке көшіп келген азаматтардың көбінің проблемасы сол белгілі бір деңгейде шешілетін ғана проблемалар. Ал ол кісілер қысқасы айтқан кезде бірден әкімдікке барады, немесе бірден президентке жазады, министрге жазады, бірақ дегенмен нақтылап айналысатын болса, сол деңгейдегі шешілетін дүниелер деп есептеймін. Енді бәрі болмаса да, тым болмаса да 60%. Ал егер біз қазір осы орысша айтқанда распределительный центрді біз Петропавл қаласынан жасайтын болсақ, бұл көптеген проблемаларды шешеді. Мысалы, бір адам келсе солтүстікке, ол бұрын соңды облысты білмейді, ол көптеген ақшасын кетіреді. Яғни ол Мағжан Жұмабаев ауданына барып, оны ұнатпауы мүмкін, жарайды Уәлиханов ауданына барып көрейін, ол жер жанына жақпайды. Ғабит Мүсірепов ауданына, Шал Ақын ауданына барады, ары қарай неге барады, Жамбыл ауданына барады. Ал бәрі бүйтіп айналып жүру деген ол көп көрім ақша. Сіз енді осыған жауапты орган құру керек деген ұсыныс айтып отырсыз, дұрыс па? Және ол қызметті өздеріңіз атқаруларыңыз келіп отыр? Жоқ, мен өзіме көп алып отырған жоқпын. Біз сол орган құрылғанға дейін ол функцияны өзіміз атқара алатындай мүмкіндік берілсін деп тұрмын. Өйткені қарапайым ұйым үлкен мемлекеттің полномочиясын істей алмайды. Ол бір ұйым арқылы ойбай солтүстікті қазаққа толтырып тастаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз деген ол утопия. Қысқасы айтқан кезде. Бұл нәрсені нақты нәтижелерін беру үшін, тез арада нәтижесін беру үшін бұл нәрсемен мемлекет тікелей айналысу керек. Бірақ өкінішке орай қазір мемлекеттің ол нәрсемен айналысатын мүмкіндігі өте аз. Мысалы дәл қазіргі уақытта жаңа су тасқыны болды, көптеген адамдарға қаржылардың бәрі сонда кетіп жатыр. Қысқасы. Енді орта жолда мынандай дүниеге тағы бір қаржы алып шығуға оған менде мүмкіндік жоқ деп ойлаймын. Бірақ дәл қазіргі уақытта енді сол структура құрылған точкаға дейін, сол уақытқа дейін, біз сол функцияларды тым болмаса шамамыз келгенше өзіміз ұйым ретінде атқарып көрейік деген ұсыныс біздікі. Егер бізге мүмкіндіктері беріліп, қолымызға нақты бір тетіктер ұсталынатын болса, біз бұл дүниені жауапкершілікпен атқарып шыға алатынымызға менің сенімім зор. Бізде отырсыз ғой, командаңызда қанша адам бар? Дәл қазіргі уақытта командамда қанша адам бар деген сұрақтың өзіне мен толыққанды жауап бере алмаймын. Өйткені солтүстікке көшіп келген адамның қазір кез келгеніне біреуіне звондап, мен тәуекел командасындамын ба десем, иә деп жауап береді. Бірақ ол кісілер өздерінің шаруалары бар, өздерінің жаңағы тұрмыстық проблемалары бар. Енді бұл нәрсе қоғамдық жұмыс болғаннан кейін, ақша берілмейтін болғаннан кейін ол кісілерге де мен міндеттей алмаймын. Бірақ егер дәл қазіргі уақытта үкімет тарапынан қолдаулар көрсетіліп, жаңағы распределительный центріміз ашылып, сөйтіп жататын болса, онда конкретно дайын командама кіретін адамдар 100 адамның арасынан таңдап алатындай мүмкіндігім бар менің. Сіздің бір ұсынысыңыз бар еді, әнұранды ауыстыру керек деген, өзгерту керек деген ұсыныс айтып едіңіз ғой? Иә, ауыстырдым. Сол неліктен олай болды? Әлде жаңағы экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзгертулері сізге ұнамады ма? Жоқ, мәселе мүлдем ондай емес. Неде? Мәселе мүлдем ондай емес. Әнұранды өзгерту керек деген нәрседе, әнұран деген зат мен ойлаймын адамды бір рухын асқақтатып, белгілі бір ұран ретінде айтылатын сондай бір дүние болу керек деп есептеймін. Сіз сол пост естіңізде болатын болса, қандай керемет зат деймін. Кім салған? Қысқасы айтқан кезде әнұран, мысалы Украина елінің әнұран егер оқитын болсаңыз, ол жерде бұрынғы казактардың ұрпақтары қандай керемет батыр, шекарасынан кіріп келген жауды жаңағы күннің несі болып, шуағы болып, шық сияқты ертіп жібереміз. Кім бізге келеді, сол құрайды. Біз осы өлмейміз, до конца жүреміз деген сияқты мағынада. Одан кейін аргентиналық әнұрандарды көрдім. Басқа да көптеген әнұрандарды көрдім. Бірақ біздің бір әнұранымыз
бір енді жарайды, сөздері бәрі жақсы. Нақты қай тұсы ұнамай тұр сонда сізге? Нақты қай тұсы деген әңгіме жоқ. Бұл жалпы негізі әнұран кезіндегі Совет одағы кезіндегі әнұранның қазақша модернизация етілген түрі мұны негізі жалпы. Оны бұл көп адамдар біле білмеуі мүмкін. Бірақ Совет одағы кезіндегі өздеріңіз мына жерде үлкен адамдар, ағалар, апайларымыз, аталарымыз көретін шығар. Сіздер мына қазақ КСР осының әнұранын еске алсаңыздар, қазіргі әнұраннан ары кетсе бір 20% ғана айырмашылық байқар едіңіздер. Сөздері өзгертілген, ұлы орыс халқына рахмет деген сөздер болған, жалпы заманда ол музыкада конкретно. Ал жалпы былай қазіргі әнұранды әнұранға да елтаңбаға да туға да ешқандай претензиям жоқ. Әнұранға қатысты айтыңыз ғой, өзгерту керек дедіңіз ғой. Претензия емес, ол ұсыныс. Яғни енді претензия болмаса ұсыныс айтқаннан кейін нақты қай жері ұнамайтынын айту керек қой. Нақты осы жерін өзгерту керек. Мен ол сұрақтарға жауап бере алмаймын. Бірақ сол сәтте мен сол нәрсенің өзгерту керек екеніне мен имандай сездім, сендім. Дәл қазіргі уақытта да сондай пікірдемін. Жалпы өзгерту керек, бірақ нақты несін өзгерту керек білмейсіз. Толық. Толық қандай? Қандай болу керек? Заманауи және әмбе оны естіген кезде енді әнұранды күнде таңертең мектепте айтылады, басқа да жаңағындай үлкеннен жаңа кездесулерде әлемдік жаңа қазақтың көк туы көтерілген кезде айтылатын дүние, оның ішінде біздің тарихымызда толыққанды айтылу керек секілді, және біз қайда бара жатырмыз, болашағымыз қандай болады, жаңа Қазақстан дейміз, жаңа Қазақстанымыз қандай. Мен негізі америкалық біраз кітаптарды оқыған едім, сонда маған ең бір ұнайтын заты американский мечта деген зат бар да Америкада. Ол американский мечтаның қандай екенін ешкім білмейді нақты, бірақ кез келген президент өзі тіпті жаңа постына тұрған кезде мен халқымды Америка жаңа мечтасына жеткіземін деп сөйлейді. Халық сенеді сол американский мечтаға. Ол американский мечта ол қашан болатыны белгісіз, бірақ бәрі соған стремится, кезінде коммунизм сияқты да. Бізге де сондай бірдеңке керек деп ойлаймын. Яғни дәл қазіргі уақытта бізге актуальный болып тұрған нәрсе ол 100 жылдан кейінгі қазаққа актуалды емес қой. Сол себепті 100 жылдан кейінгі біздің ұрпақтарымызға нақты бағыт беретін. Біз қайда бара жаттық, сендер де солай қарай барыңдар деген бағыттайтын бір үлкен моралық бір дүние болу керек деп ойлаймын. И ол дүние осындай әнұран сияқты дүние болу керек деген пікірдемін. Ал қазіргі әнұран сол кеңес үкіметіндегі әнұранның қалдығы деп есептейсіз ғой демек, иә? Ал сіз мына көші-қоннан басқа тағы қандай мәселелер толғандырады? Мен өзімді көп функционалды адам ретінде есептемеймін, маған тек көш маңызды. Мысалы, мына тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң деген дүниелер. Ондай дүниелерді айтып жатқан, оны қордап жатқан адамдар өте көп. Менің өзімнің жеке жолым бар. Мен мына бір жақты болған дұрыс деп есептеймін. Жақсы, онда сізге мынандай сұрақ қойайыншы. Қазіргі таңда елімізде тағы бір күрделі мәселе ЛГБТ-ның насихатына шектеу қойылып жатқан жоқ. Петиция енді жарияланды, 50 мың қол жиналды. Кейбір елдерде, мысалы Өзбекстанда тыйым бар, белгілі бір деңгейде. Ал енді бұл мәселе сізді толғандыра ма жалпы? Жалпы бұл нәрселеге мен толғандырады деп айта алмаймын, бірақ бұл нәрсеге қарсы екенім айдан анық. Яғни ондай заттың болғаны дұрыс емес. Петицияға қол қойған менде. Керек болса қоямын. Ал енді шектеу қойылмаса жалпы қалай болады? Ол жағын мен ойланып көрген жоқпын, бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Жүрсін Ерманның мынандай сөзі бар. Мен кімдерді жек көрем? Жемқорларды, алаяқтарды, өзінің міндетін атқара алмайтын, халыққа жанын ашмайтын әкімдерді дейді. Ал сіз кімдерді жек көресіз? Мен жалпы қазақ халқына кесір тиген, ұлтқа кесір тиген, тарихи мәселелерді болса да сондай дүниелерді жек көремін. Оның ішінде мен бұлай белгілі түрде бүйтіп бөле алмаймын. Өйткені басында айтқанымдай, мысықтың түсі маңызды емес. Тышқан ауласа болды деген сияқты, қазақ болса болды. Мен соған қызмет етемін. Мен оны өйтіп бөлмеймін. Өйткені ұлт болғаннан кейін біз кішкентай, мына көп әлеуметтік желіде немесе көп адамдар біз өз-өзімізді бір кішірейтуге тырысамыз да. Кішкентай бір ұлт емес, бір
бір провинция сияқты деңгейде ойлаймыз біз. Ал бірақ негізі салыстырмалы түрде 20 миллион адам деген ол өте жаман көрсеткіш емес. Бізді Қазақстан сияқты болсақ деп армандайтын елдердің бар екенін біз ескеруіміз керек деп есептеймін. Сол себепті жаңағындай 20 миллионның адам ішінде бір долбоебтің болуы заңдылық деп ойлаймын. Болуы керек, әйтпесе ол ел болмаймыз. Ол жаңағы ЛГБТ-ның өкілі деп тұрсыз ғой? Жоқ. ЛГБТ мәселесіне мен түбегейлі қарсымын. Ондай мүлдем болмауы керек деп ойлаймын. Ал енді сіздің таныстарыңыз, туыстарыңыздың арасында сонда бір ЛГБТ-ні қолдайтын азаматтар шығып жатса, ертеңгі күні Құдай сақтасын, не істейтін едіңіз? Бұндай тұрғыда мен ойланып көрмеппін. Қазір ойланып Егер көріңіз. шығып көретін болса, по обстоятельствам көреміз. Дәл қазіргі уақытта мен жоқ болмайтын нәрсені мен елестете алмаймын. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарым жоқ онда. Рахмет сізге. Жақсы, Келгеніңізге, жауап сіздерге де көп бергеніңізге. рахмет. Жалпы мына осы эфирді көріп отырған ағайындарға да көп рахмет. Егер жалпы Солтүстік Қазақстан облысына көшкісі келетін азаматтар болатын болса, өздеріңіздің тұрғылықты жерлеріңіздегі жұмыспен қамту орындарына барып сұрасаңыздар болады. Жалпы негізі Қазақстан Республикасының осы заңнамасына, көш мәселесі бойынша заңнамасында Солтүстік Қазақстан облысына көшкен мына атап айтқанда Жетісу, Алматы облысы, Түркістан облысы және Жамбыл облысы, Қызылорда облысы және Маңғыстау облысы, тіпті осы Астана қаласынан көшіп барған азаматтарға көмектер көрсетіледі. Ол көмектердің негізі мысалы адам басына 270 мың теңгеден, яғни сіздің отбасыңызда қанша адам бар, соның әрқайсысына 270 мың теңгеден бір ретте көмек көрсетіледі. Одан кейін дәл қазіргі уақытта екінші көмегі ол солтүстікке көшіп келіп, сіз Солтүстік Қазақстан облысындағы жергілікті сатылымда тұрған азаматтың үйін сатып алғыңыз келетін болса, соның 50%-ын үкімет сізге төлеп береді. Және жұмыспен қамтыласыз, егер сіздің дипломыңызға сай сұранысы бар жері болатын болса, сіз сол ауылға көшіп барсаңыз, сол жұмыс орнында иеленуіңізге болады. Жалпы негізі мен ойлаймын, Құдайдың өзі, үкіметтің өзі мүмкіндік беріп тұрған кезде дәл қазіргі уақытта көшіп алғандарыңыз жөн. Өйткені мына қазіргі климатикалық жаңа саяси ситуацияларға байланысты мүмкін болашақта көше алмай қалуларыңыз да мүмкін. Ал тағы да сол оңтүстіктегі азаматтарға айтарым, оңтүстікте мінерге аты болмаған азаматтың солтүстікке келіп бір ауылды басқаратын мүмкіндігі бар. Сол себепті біз сіздерді күтеміз, келіңіздер, көрші болайық, қысқасы тәуекел. Аман болыңыз. Сіз де аман болыңыз. Наима, өте сұлу екенсіз. Рахмет.